Сәлем достар. Бүгін тағы да бақшадамыз. Бақша өсімдіктері жинау сәтінен міне бүгін бұрыш, перец, орысша айтқанда шамал жинап жатырмыз. Енді бұрыштардың өсуін қараңыздар, қалай өскен бақшада. Бұрыштардың өсуі мына бұрыштар көтере алмай құлап жатыр. Мына жерде мен қараңыздар, қаншама бір түпте қаншама бұрыш перец салған. Бұл тәтті бұрыштар. Мына қатардағының барлығы тәтті бұрыштар. Мынаның барлығы тәтті бұрыш деп аталады. Бұл жерде бірнеше сорт түрі бар. Мынау кәдімгі қызаратын сорты, мынау бұл да сондай үлкен сіздер базарда алып жүрген сорттарыңыз. Мынау базардан алып жүрген үлкен қызыл сорттарыңыз. Міне қызарады, әлі піскен жоқ толық. Содан кейін қазақша жаман атауы бар. Мынау баклажан деген. Көрініп тұр ма? Баклажан. Қазақша аудармасы бәріне жаман атауы. Мынау қатарда баклажан, мына қатарда міне. Осындай бүгінгі бақшадағы жұмыс осы перецтерге арналып тұр. Теріп жатырмыз, шамалы салат, анау-мынау дегенге. Әлі толық перецтер әлі піседі, қызарады, сарғаяды деген сияқты әртүрлі түсте. Сол кезде жаңадан тағы да видео түсіретін боламыз. Мына жерде 40 қабат, бұл күздік 40 қабаттар мыналар әлі. Бұлар әлі толық жетілген жоқ, әлі жетілген кезде түсіретін боламыз. Жаздық 40 қабаттарды бітірдік. Алла бұйырса, міне мынаның барлығы баклажан дейді. Осындаймын. Бүгінгі бақша, бүгінгі Дихан ата осылай қуантып жатыр. Жалпы міне көрінісі, бақшаның жалпы көрінісі мынау. Әртүрлі гүлдер. Мына жақта міне бақшаның көрінісі, мынаның бәрі бақшаның көрінісі міне. Дихан ата осылай қуантып жатыр. Алла берекесін берсін.